Қарағанды облысы аумағы мен өнеркәсіптік әлеуеті бойынша Қазақстанның ең ірі өңірі. Облыс Еуропа мен Азия нарықтарын байланыстыра отырып, батыс пен шығыстың арасындағы күре жолдар қиылысатын Еуразиялық континенттің орталығында орналасқан. Қарағанды облысы минералды ресурстық әлеует бойынша Қазақстанда бірінші орын алады. Өңірде елдің металлургиялық өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары жұмыс істейді. Өңір экономикасының негізін тамақ, тау-кен, өңдеу, машина жасау және химия салаларының кәсіпорындары құрайды. Өңірдің агроөнеркәсіптік кешен саласындағы негізгі бағыттары ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу, дәнді дақылдар, картоп өсіру, көкөніс және мал шаруашылығы болып табылады. Облыстың басым бағыттарының бірі дамыған көліктік логистикалық жүйесі. Қарағанды облысында кәсіби және білікті адами ресурстарды дайындау жүйесі дамыған. Металлургия өнеркәсібін және металл өңдеу саласын дамыту үшін 2011 жылдан бастап Қарағанды облысында арнайы құқықтық режим қолданылатын Сарыарқа арнайы экономикалық аймағы жұмыс істейді. Неге инвесторлар Қарағанды облысын таңдайды? 5 негізгі себебі: тиімді орналасуы және ауқымды нарықтарға қолжетімділігі, әлеуметтік экономикалық тұрақтылығы, бай табиғи ресурстық базасы, білікті кадрлары мен адами капиталы, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі. Қарағанды облысына мол мүмкіндіктер аумағына инвестиция салыңыздар.